Оразада мұсылмандар ауызда құрмамен ашуды сүннет деп санайды. Ендеше құрма туралы толыққанды мағлұмат алу үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көруге шақырамын. Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тегінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбінесе ыстық климатты аймақтарда өседі. Олай болса, бастайық. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз алейхиссалам оразасын жас құрма болмаса, кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Хазірет Мариям Исаға толғатып қатты қиналғанда Аллах тағала мейірім білдіріп оған құрма жеуді әмір еткен. Олай болса, құрма қандай ауруларға ем? Тоқталайық. Құрма адамның жүйке жүйесіне игі әсер беріп, тыныштандырады. Сондай-ақ құрма бауыр, ішек, құрт, инвазия ауруларын, терінің құрғауы, ерінің тілінуі, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыштығы секілді жағдайларда өте пайдалы. Ол сүйек пен тістің саулығына өте қажетті фосфорға бай. Құрамында А витаминінің көп болуы жүйке жүйесінің қалқанша безі мен өкпе қызметін жақсаруына үлес қосып, күш-қуатты көтереді. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Мәселен, Израильде жүргізілген зерттеулерде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрманың витамині көп екені дәлелденген екен. Дәрігерлер тіпті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма 21 түрлі жағдайда түрлі емге дәру бола алады. Яғни ағзаны жақсартуға көмектесетінін естен шығармаған жөн. Құрманың құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе, шектегі бауырдағы құрттарды өлтіретінін ұмытпағайсыз. Басқа да мәліметтерді білу үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.